Ассалаумағалейкум, құрметті менің сүйікті де сүйкімді подписчиктерім, қалайсыздар? Челси емеспін, тағы айтамын. Так, бүгінгі менің видеоблогымның тақырыбы палау елі жайлы болмақ. Жейтін палау емес, кәдімгі тамақ емес, ауқат емес, ташкентский емес, шымкентский палау емес, тойдың палау емес, кәдімгі беташардың палау емес, кәдімгі республика егемен тәуелсіздігін жариялаған пәленше жылы Америка құрама штаттарынан дәл осындай кішігірім аралдармен құралған республика, палау республикасы туралы сіздерге қызықты мәліметтерді айтатын боламын. Ендеше арнаға жазылып, тек қана көп емес, бір екі саусақ түртіңіздер болды. Кеттік. Палау мемлекеті, халық саны 17.000. 500-ден астам халық саны бар, 17.500 халық саны. Жер көлемі өте кіші, бірақ Ватиканнан үлкен. Палау республикасы толықтай әскерден өздері бас тартқан екен. Бұл республиканы ешқандай елде қорғамайды, ешкімде жақтаспайды. Бұл республикадан ешқандай да бір әскер, кәдімгідей қару алып шабатын әскер жоқ. Алайда полиция күштері бар. Палау республикасында заңдар өте аз, және де халықтар да өте тығыз орналасқан. Палау республикасы жай ғана кішігірім аралдар. Яғни айтатын болсақ, бұл Сарыағаштан да кішкентай. Өзіміздің Түркістандағы Сарыағаш ауданынан да жер көлемі өте кішкентай. Тіпті біздің бір-екі ауылдардан да кішкентай. Осымен мен видеом тәмам, көп рахмет. Өтініш, екі ақ саусақ түртіп, мені бір қуантып кетіңіздер.